Салам достар, қолдарың қалай? Бүгін сендерге мынау 16.8 сайтынан бір қармақ заказ берейін деген. 3 қармақ. Соны қазір көрсетемін. 16.8 сайтына кіреміз. Қазір мына жерде историяда тұр. Мына жерде историяны бассаңыздар, осы заказ, яғни қандай товарды көрдіңіз, солардың бәрі историяда тұрады. Міне осындай қармақты көріп жатырмын. Қазір осыған тапсырыс беретін боламыз да. Мына кнопканы бассаңыздар, мына астындағы бұл жерде история, яғни қай товарды кіріп көрдіңіз, сол товарлардың тізімі тұрады осы жерде, яғни история. Мен қазір осы товарға кіремін. Осы қармақ, ұшым комплект, яғни жиынтықты сатып алғалы жатырмын қазір. Бұл жерде комментарийлерін тексерсеңіз болады. Поставщик, яғни сататын магазиннің рейтингі тексеру болады. Міне 4А деген бар, енді жерде міне 4/5 оценкасы бар екен. Қысқасы, бұл сенімді. 2013 жылдан бері айналысады екен осы магазин. Жалпы айтқанда сенімді магазин деуге болады. Қызыл кнопканы басамыз, яғни бұл сатып алу деген сөз. Ал мына сары кнопка корзинкаға салу деген сөз. Мен қазіргі уақытта қазір сатып алғалы жатырмын, сондықтан қызылды басамыз. Сосын мына жерде таңдайсыз, қайсысы керек сізге. Мысалы маған жиынтық керек, яғни осылай барлығы дайын, яғни осыларды бірақ заказ бергелі жатырмын да. Керектісі маған осы жиынтық, яғни 2 метр 40 сантиметрлікті осы жиынтықта заказ берейін деп жатырмын. Яғни бұның бағасы 32 юан 50 тиын да, сондай екен. Осыны заказ береміз қазір. Бұдан маған 3 керек та. Минимальный заказ 2 деп тұр. Ал маған 3 керек. 1, 2, 3 деп белгілейміз. Жалпы бағасы 97,50 юан болды. Енді тапсырыс беру дегенді басамыз, таңдаймыз. Қазір күте тұрамыз. Жоғарыда сіздердің адрестеріңіз тұрады. Адрес мені көрініп тұр, дұрыс. Сосын мына жерде міне бағасы тұрады. 97 юан 50 копейкасы менде. Бағасы 32,50 дейді. Қысқасы мына жерде мына несі тұр, логистикасы, яғни Қытайдағы складқа дейінгі әкеліп беретін бағасы 6 юан дейді. Жалпы 6 юанды қосқан кезде жалпы бағасы 103 юан 50 копейкаға тура келді да. Жалпы бағасы осылай болып тұр. Сатып алу дегенді басамыз. Сатып алу деген бастық. Мына жерде енді Alipay таңдалып тұр, көрдіңіздер. Жалпы бағасы 150 юан. Alipay таңдалып тұр. Басқа төлем түрлері де бар. Карточка арқылы төлеу, мына төлемді білмеймін не төлеу екен. Мен қазір Alipay арқылы төлегелі отырмын. Alipay белгілеп, ары қарай басамыз. Автомат түрде қазір Alipay ашылу керек. Міне Alipay аккаунтым нөмірі ашылды, телефон нөмірі. Енді мына таңдап көрейік. Мына жерден банк карталарының тізімі тұр, бірақ 16.8-де өздеріңіз білесіздер, банк картасымен төлей алмайсыздар, яғни қазақстандық картамен. Тек қана юан арқылы, юан сатып алу арқылы төлейсіздер. Менде қазір 323 юан бар. Осыны белгілейміз и оплатить деп басамыз. Мына жерде төлем паролін сұрайды. Төлем паролін тересіздер. Мен төлем паролін өзімдікін терем. Міне оплата уже өтті. Оплата жасалды. Осында жасыл галочка, яғни осында птичка тұрса, оплата сәтті аяқталы деген сөз. Болды, енді төлеп қойдық, сатып алдық. Енді оны қазір енді ертең или ары күні жолға салады. Қазір төленген төленбеген тексеру үшін адамшаның үстінен басамыз. Мына жерде
бір адам бір деп тұр, көрдіңіздер ме? Бір деген сөз, яғни төленіп қойған заттарыңыз осы жерде тұрады. Яғни төленіп қойды ақшасы. Енді оны упаковка жасап сізге салып беретін болады. Міне, көрдіңіздер, осының үстінен бассақ, сол төленген жайында информация тұрады. Яғни ақпараттар. Былай көтереміз. Астында көрдіңіздер, мына жерде төленген жайындағы нөмір, міне төленген уақыты барлығы жазылып тұрады. Міне жалпы сомасы, жалпы төлеген ақшасы. Мына жерде адрес, келетін адрес. Мына жерде доставка. Доставканың үстінен бассаңыз, міне қазір пока енді ғана төледік, яғни бұл жерде ешқандай информация жоқ. Яғни сізге осы затты салып жүрген кезде, яғни жаңағы курьерге салған кезде, біздегі Қытай складына жіберген кезде, мына жерде мына КамАЗдың суреті тұр ғой. Осы КамАЗдың суретінде бір деген осы жаққа көшеді. Яғни мына жердегі бір жойылып, мына осы КамАЗға қарай өтеді. Сол кезде сіздің затыңыз уже жолға салды, яғни жолға шықты деген сөз. Яғни Қытайдағы складқа дейін жеткізіп салу жолға шығарылды деген, сол жаққа жіберілді деген сөз. Сосын бұл жерде трек нөмір шығады, яғни осы жерге өткен кезде трек нөмір шығады товардың. Сол трек нөмірді копировать етіп, сіздің өздеріңіздің поставщиктеріңіздің сайт отслеживание деген сайттары болады өздерінің. Сол арқылы сол жерге тіркеп трек нөмірді сол жерден бақылап отырсаңыздар болады. Яғни складқа келген кезде қабылдап алды, не болмаса қабылдап алмады, соны тексеріп отырасыздар сол жерден. Егер қабылдап алса, сіздің сайттарыңызда, жаңа поставщиктің сайтында тексерген кезде, ол жерден уже Қытайдағы складқа келіп жетті деп ол сіздерге көрсетіп тұрады сол жерде. Сосын мынау доставканы басқан кезде осы жерде қазір менде 0 болып тұр ғой. Осы жерде, мына жерде сіздің товарыңыз шығып информациясы, сол жерден трек нөмір барлығы сол жерден алатын боласыздар. Енді товар келген кезде тағы бір видео жасаймыз, яғни осы қармақтар жайында сапасы қалай екен бәрін айтатын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.